Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін осындай керемет айраннан өте керемет үлпілдек панкейкі дайындайтын боламыз. Ешқандай миксерде қажет етпейді. Тек қана венчикпен жасап осылай дайындап алатын боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз бөлме температурасында тұрған жылы айранымызды ыдысымызға құйып аламыз. Менде қолдың айраны, дүкендікі болса да бола береді. Және де жұмыртқамызбен сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап біріктіріп аламыз. Ендігі қантымызды қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырып, қантымыз ерігенше осылай араластырып біріктіріп аламыз. Ендігі біз ұнымызбен үстіне қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, осы құрақ массамызды біріктіріп аламыз. Ендігі осы ұнымызды міндетті түрде електен өткізу қажет. 2-3 бөліп осылай өткіземіз. Бізде мұндай қамыт болып қалып болмау керек, сол себептен жақсылап араластыратын боламыз. Осылай жаймендеп жақсылап біріктіріп шығамыз. Ұнымызды барлығын салдық. Бізде сұйықта емес, қоюда емес, орташа сұйықтықтағы масса шығу қажет. Мұны осындай видеодағыдай көрсетілгендей болу қажет біздің массамыз. Мұны барлығын дайындап алдық. Ендігі біз мынау қызып тұрған табамызды қыздырып аламыз. Ешқандай майда жағып, ешқандай майда құймаймыз. Құрғақ сковородкада пісіретін боламыз. Осылай бір ас қасықтан салып, осылай салып алғаннан кейін осылай шайқырап жібереміз. Себебі ортасы жақсы пісу үшін, шикі болып қалмас үшін осылай жайқырап жібереміз. Мына видеода байқағандай үстінің қабатында осылай тескішілер пайда болады. Сол кезде уже біз екінші жағына аударатын боламыз. Астын шегіне көтерсеңіз шамалы қызарады, сол кезде аудара қоямыз. Мына байқағаныңыздай уже біздің панкейкі уже үлкен болып, биік болып, өте әдемі болып көтеріледі. Томпиып, өте керемет болып шығады. Асты да жабыспайды, мына сковородкаға да жабыспайды, өте керемет болып шығады. Мына біздің панкейктер дайын болды. Қалауыңызша әдемілесеңіздер болады. Мен үстіне сахарный пудрымен себе салдым. Қаласаңыздар шоколадпен болсын, түрлі жеміс жидектермен болсын, әдемілесеңіздер болады өзіңіздің қалауыңызбен. Ортасы да толық пісіп шығады, ешқандай шикі болмайды. Өте әдемі, керемет рецепт. Осы рецептпен міндетті түрде жасап қойыңыздар. Отбасыларыңызды, балдарыңызды қуантсаңыздар болады. Балдарға енді керемет ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Рима. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.